халықтың колхозым яртылышы мен бала замандан алып кәршеге мен атам өзі сүйетін жырауларда керетан еді үйге, ауылдастарды, қоныстарды жинайтан еді, қора ереу керетан еді, олтырып жырлайтан еді. Олар дөңгелеклеп олтырып, оны тыңлайтан еді. Ол жырлай тұрып, соның хабарын айтатан еді. Мен де yanında олтырып, соларды тыңлап, қызықсынатан едім. Соны әлуіп кеттім. Мен атам бара таң атарық көшеріп, ол көп хабар айтатан едім. Құрай екі тойларға барса бұрынғы заманда, о хабар айтып баста, сөйтіп тойды атқаратан болған. Епсіз көп хабар білетан едім. Бала заман ол жинаймын, 35-40 жылда болғандыр. Bir taqpaqlar жинамайсың ше. Taqpaq деп бастап сорау әзірлейсің. Жырауға барасыңды, қарайсың, сораулар бересің. Неге мені ай толы болады, неге ай жұқа болады. Соның байланысқа хабарлар айтып бастайды. Неге өтпек салғанда ортасын тесік етеді, хабарлар айтып бастайды. Мен әлі үйге көрді сүрінді. Неде сүрінді, не ырымлар айтып бастайды. Біреу түстің ақында айтып бастайды. Біреу өлілердің ақында айтып бастайды. Олармен байланысқа хабарлар. Кім не естіп біледі? Соның естіген заттарын бәрінде жазып аламын. Айтқан едім шашат дейді, жинаған едім орат дейді. Сөйтіп мен олардың айтқандарын жинап алдым. Онсын оларды кірге етемді ойламағам. Мен мысалы ойларын байыр атларымен кітап шығардым. Мен ойламағам ондай кітап шығарарым деп. Мені сорым біреудің үйіне барам, сораймын. Неше атаңды білесің? Ол айтады, 7 атам білем. Атларын айтып бастайды. Оны мұндай атты кім салған? Тетем салған. Не үшін? Мәнесі не еді? Мәнесін шеседі. Сөйтіп әлемнің атлары жиылып қалды ма. Мен солар жинап кітап еттім. Сөйтіп болған затлар. Мен бірді ойламағам ондай кітаплар етерім деп, яда түс yorау шығарарым, яда мені ырымлармен байланысты. Мен олар жинап отырып, олар кітап жиылып қалды, бір кітап дейді. Мен соларды кітап етіп әзірлеп бастаймын. Мен ертегілер жинап бастаймын. Ертегілер жинап бастап, сол ертегілер кітабын түзіп, сол ең бірінші кітабымды Черкескте шығардым, Сұйын Апаев көмек етті, Алалыға сақтап шыққан. Сонан бастанды, мен фольклорға абыт алып, мен сол книгалар шығарып бастадым, соны бізде Мағачқалада. Негесің, мен халықтың аузын жазып алған бар, ырымлар бар, сынамалар бар, алғыслар, қарғыслар бар, түс яраушылар бар. Енді соларды, иншалла, қол жазбалар әзір, соларды дүния жүзіне кітап етіп шығарма талап етемін. Негесің, бізде айтады, айтқан сөзім күміс, айтпаған алтын дейді. Менің шығарған кітаптарым күмістей болып көрінеді. Ал дүния жазына ендірмен кітаптарым алтындай. Соға көрі әлді қол жазбалардың үстінде құлық етемін. Соға көрі әлді 4-5 кітабым әзір. Енді оларға спонсор тапсақ, олар да дүния жазына, дүния жарығына енерді ойлаймын. İshak Apayev'in okuyatırım Meç Sulbi diyen kitabın. Ondan sonra onun azgı 4 tomu çıktı. 4. knigasını okuyatırım. Yalın Sarayçık. Көз астынан тайдырмайым мен Насыпхан Сүйіннің книгасын, оның Ной халқының адабиятын ақында жазған, орыс тілінде шыққан. Көңілім көтеретін ноғай жазушылар, ноғай әлімдер, Рамазан Керейтов, Исак Апаев, Насыпхан Сүйінова, Шайдат Құрманқұлова, мен олардың кітаптарын оқып, өктімсеймін, олар көп затқа үйренемін. Яқшыдан үйрен дейді, яманан жерен дейді, сол сап, сөйтіп яшаймын.
күнлерде ноғайларды мені қинайтаған, негесен бізде ноғай халқының шөлігінде отақларын табылар, көшпелі табылар алғандар. Олар оны көп сан қойлар сақлап, тұяқларымен оны құмға айландырғандар. О екеуін бәле қаза. Міне сол сорауды көтермеу керек. Негесен қайтарып, онда жердің аналығын толтыру үшін, онда өлен өстіру үшін неше жылдап жер семізгішілер керек. Оның ақында біреуді ойламайды. Құм басса, құмды тоқтату бек қиын. Ноғай тілі бай тіл. Ноғай тілін теренен біл деп біздің атайлар айтқан. Оға шайт болады біздің ноғай халық авазлама жаратушылығы. Ноғай халық авазлама жаратушылығында біз көреміз бәтір дестанлар, едігі, Шора бәтір, Әділ Сұлтан, Ашық дестанлар, Боз жігіт, Тайры Зұқыра, Қыз жебек, сондай басқалар. Міне сонымен біз балаларымыз тербие алмай керекпіз. Ол үлкен байлық, халықтың өктемлігі. Ноғай халық адабият бауын алып қарасақ, онда бірнеше өмірден, шал киіздің, асан айғының, сыбырадың, басқа ералардың толғаулары бірнеше өмірден өлмес ярығын төгіп тұрадылар. Ноғай адабият бауында Фазил Абжалиевтің, Суин Гапаевтың, Кадрияның, Гамза Жигилиевтің жаттауларды өлмес ярығын төгеділер. Ноғай адабият бауында халық аузын жазып алған Жәнібековтың тақпақлары, айтулары, шырқыраған шеледі асыл сөздің жаңғырындай болып яуып тұрадылар. Міне солармен біз мақтанып, өктемсіп, балаларды көңілін өстірмей керекпіз. Негесен ноғай тілге юқ етперекпіз. Ноғай тілімді балаларды үйрету керекпіз. Әлі біз не көреміз? Біздің балалар көбісінше орыс тілді арастырып сөйлейді. Орыс тілді арастырады ноғай тілге. Ноғай тіл таза болмайды. Ноғай тілге жат болады, ата йұртқа ұят болады. Бөтенде мен әлі біздің жасылар кетеділер сұрғытқа, үйлерін таслап. Онда олар ақша қазанадылар, балаларында кетеді. Балалары туадылар, өседілер. Әмшелге қайтып келсе де орысша сөйлейділер. Олар айтады, мен ноғайман дейді. Тек орыс тілі ноғайман дейді. Бізде спай үйлер саладылар, үлкен үйлер, әрі о, ту машалы, көз тимес. Тек не пайда? Ол тілді, ол үйде олар ноғайша сөйлемейділер, орысша сөйлейділер. Ноғай тіліне сынтас саладылар. Біздің балаларды біз ноғайша үйретпей керекпіз. Халық ауызлама жаратушылығымен көңіл өстірмерекпіз. Бесік жырларынан, әдет жырларынан, той жырларынан, ноғай ойынларынан. Сөзімінде біздің балалар еңдесі балаларды еңде басылап, елі сөз үйретсек те болады. Өтпек, кел мұнда, атаң кім, анаң кім. Сол сөздерді білсе де, олар ақалған сөздерді олар өздері өскенде сөздікке қарап тілін байытпа болады. Мен ноғай халықтың халық ауызлама жаратушылығымен кәрішегемен, сонымен бірнеше кітаптар шығарғамен. Айтпаға ертегілер алал қосақ, жимақылар, көмес алқа, тақпақлар, мәнел сөзім малдан артық, бала ерлар, түйер көш деген кітап. Байыр атлар жинадым халық ауызынан. Оға біздің атларды батадым. Ырымлар жинадым, қолым яқшылыққа тисін деп атадым. Бәтір ашық дестанларын жинадым, оны яңын кеңлік деп атадым. Соны заттар ете берем. Мен әлі менің шығып тұры жимақ айтайым деген кітабым. Онда ноғай халықтың аузына жазып алған жимақлар кіргенлер. Балаларды үйретейік боламыз. Немесе жимақтардың мәнесі жимылған. Халық оны балалар үйренсе, оны ашып түбіне етіп, ашып үйреніп, олар ақылын өткір етеді, тілі шебер боладылар. Соның үшін біз балаларды сондай кітаптарға сүйім үйрегіне қондырма тиісліміз. Біздің ноғай халқы жастар оқымарық ноғайша жазылған кітаптарды. Айтпа, міне Рамазан Керейтовтың ноғайдың тербие алуымен байланысты кітабы шықты. Міне оны оқыма керек. Оқыма керек біздің ноғай шайырлердің жаттауларын, Гамза Жигилиевтің, Кадрияның, Келдіхан Құмаратованың, Зұқыра Тілекованың, Фаридадың жаттауларын оқыса, олар көңілін өстіреклер. Иса Гапаевтың бек күшлі, қызықлы кітаптары көп. Ноғай тілінде, орыс тілінде. Ол бәрі Россия халқының ноғайларына өктемлік.
Ноғайда айтылады, яқшылыққа яқшылық әр әдемісі деп, жамалыққа яқшылық ер әдемісі деп. Білем деп көп сөйлеме, тіл де басқа бәледір. Табамды көм ашама, тамақ та басқа бәледір. Яқшы тауып сөйлер, ямық қауып сөйлер, тентек не доңыз сөйлер дейді. Көп сөйлегенге тақ-тақ дейді, аз сөйлеге ақмақ дейді. Мен сөзім тамамлай келіп, көп сөйлемеймін, орташа сөйлеп қоямын. Сау болыңыз.